Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің 9-шы сабаққа қош келдіңіздер. Алдыңғы есептерде біз сіздермен бірге алдыңғы сабақтарда, яғни сіздермен бірге біраз есептер шығарғанбыз. Теңдеулер болды, көбінесе x-ті табатындай. Бүгін соларды жалғастырамыз. Бүгінгі біз шығаратын есептеріміз, қараңыздар, осы және осы есептер болсын, осы есептерден бастайық. Біз алдыңғы есептерде мұқият қарасаңыздар, тура осындай көп этажды, яғни үлкен осындай бөлшектерді шығаратын болатынбыз. Қараңыздар, бұл жерде де просто упростите немесе ықшамдаңыз деп тұр. Ықшамдаңыз дегенде енді ең оңай вариантта шығарып жазып тастау керекпіз, қысқаратындарды қысқартып, қосатындарды қосқартып, максималды түрде ықшамдау керекпіз. Енді қараңыздар. Біз айттық, осындай есептерде астынан бастау керекпіз. Осы екеуінен бастайық. Айт сонда былай жазамыз. 5 минус 1 бөлінген, қараңыздар. Біз білеміз, 1-ден 1,5-ды азайтсақ, бізде 1,5 қалады ғой. Яғни 1-ден 0,5-ті азайтсақ, бізде 0,5 қалады. Оны біз 1 бөлінген 2 деп жазайық. Қосылған жақшаның ішінде 1 бөлінген 3, азайтылған 3 болады бізде. Окей, бұл алымы бізде. Алдымен алымын жазып алайық. Алымын толықтай шығарып тастайық, сосын бөліміне көшеміз. Енді қараңыздар, біз айттық, мынау 2 үстіге кетеді деп. Өйткені ол бізде 1 бөлінген 2-ге тең бөлгенде ауысады, сонда көбейтілген 2 болады просто. Сонда бізде 5 азайтылған 2 жақшаның ішінде, қосылған жақшаның ішінде, қараңыздар, 1 азайтылған 3-ке біз 3-ті көбейту керекпіз. Сонда бізде 9 болады. Бөлінген 3. Осылай. Сонда бізде қараңыздар, 3 қосылған 1-ден 9-ды азайтсақ, бізде қараңыздар неше шығады? -8 шығады. Сондықтан сіздерде бұл қосу болмайды. Неге? Өйткені сіздерде қосылған -8, 8, мында 3 болады. Көрдіңіздер ме? Бізде плюс пен минус тұр. Плюс пен минус тұрғанда бізде ол міндетті түрде минусқа айналады. Сонда 3 азайтылған 8 бөлінген 3. Енді қараңыздар, 3-ті береміз, сонда бізде 9-дан 8 азайтсақ, бізде 1 қалады, 1 бөлінген 3 қалады. Окей, біз алымын шығардық сіздермен. Енді осында тура осылай біз бөлімін шығарайық. Қараңыздар, мұнда 4, мына жаққа жазайық. 4 қосылған 5 бөлінген, қараңыздар, 6 азайтылған 1. 6 азайтылған 1 5-ке тең, сонда сіздер 5 бөлінген 3 болады. Қараңыздар, сразу осыны шығарып тастайық. Біз 3-ті үстіге жіберсек, бізде қалай болады? 3 көбейтілген 5 бөлінген 5. Осына кезде сразу 5 пен 5-ті қысқарып кете аласыздар. Сонда сіздерде 1 көбейтілген 3 болады. Сонда бізде мұнда 1 қалады, 1-ді 3-ке көбейтсек, бізде 3 болады. Жақсы ма? Сразу жазайық. Бізде қосылған 3. Окей? Енді қараңыздар. 4 қосылған 3 азайтылған 7 жақшаның ішінде 1 бөлінген 3. Жақсы ма? Осылай. Енді 7 минус, қараңыздар, мұнда негізі былай жазсақ болады. Негізі мұнда ортақ бөлгіш берсек болады. Мысалынан 3-ке көбейтіп, 21 ар жақта бөлінген 21 азайтылған 1 бөлінген 3 деп шығарсақ болады. Бірақ біз мұнда көріп тұрсақ болады. Мұнда 7 тұр. Жақшаны ашсақ, қазір бізде минус 7 болады. Минус 7. Енді қараңыздар, бізде минус пен минус, плюс болады. Плюс 1 бөлінген 3. Ол шақта сіздер ортақ бөлім бермей, сіздерде уже оңай түрі шығып жатыр, 1 бөлінген 3. Жақсы. Так, сонда бізде алымы шықты, бөлімі шықты, Қараңыздар, 1 бөлінген 3, бөлінген 1 бөлінген 3. Бұл бізде енді қатты қиналмайтын есеп, Енді неге бүкілі қысқарады? Біріншіден, сіздерде мынаны А деп алсақ, мынаны Б деп алсақ, сіздерде А мен Б бір-біріне тең болып тұр, Екіншіден, сіздерде по-любому осы сандар өз-өздерімен қысқарып кетеді. Өйткені сіздер қазір бөлгенде, сізде былай болады, 1 бөлінген 3, көбейтілген 1-ден 3. Яғни бұл сандар сіздермен қысқарады. Сонда жауабы 1, ол есебіміз шықты. Сонда бұл бізде А варианты. А варианты жауабы 1. Так, енді қараңыздар. Мынаны астынан шығарсайық, бұл бізде тура солай. Ықшамдау керек дейді.
Қараңыздар, мында шатаспаңыздар. Бізде осының бүкілі А болсын. Осының бүкілі Б болсын. И және минус осы бізде С болсын. Болды. Алдымен Адан басақ, А бізде енді қатты қиын емес, бірақ А бізде ең ауқымды болып тұр. Ол шақта біз, давайте, 2 қосылған 1 бөлінген 2. Жауабы енді өздеріңіз білесіздер, 5 бөлінген 2 болады. Окей. Қайттан қараңыздар, қайттан бізде қысқарып тұр, бүкілі 1 қосылған, қараңыздар, 1 қосылған 5 бөлінген 2, 5 бөлінген 5 бөлінген 2 яғни. Айттыға сіздерде 5 пен 5 қысқарады. 2 үстіге кетеді. Сонда сізде қалай болады? 1 қосылған 2 бізде 3 болады. 1 қосылған 2 бізде 3 болады. Окей. 3-ті 2-ге бөлеміз. Ол енді бөлінбей жазылайық. Азайтылған 1 бөлінген 2. Қараңыздар. Ортақ бөлінер 1-дей, сонда жауабымыз бізде нешеге тең болады? Жауабымыз 1-ге 2 бөлінген 2, яғни 1-ге тең болады. Жақсы ма? Так, енді қараңыздар. Мына жақта 1 шықты, үстінде бізде 2 тұр. Болды. Сонда бізде 2 бөлінген 1, бірақ бізде есебіміз шықпай қалды ғой. Есебіміз неге шықпай қалды? Так. Оқушылар, давайте шығарайық. 4, 5, мынау дұрыс. Үстіге кетеді 3. 3 бөлінген 2. Құрметті оқушылар, кешіріңіздер. Мынау 1-ге тең болады ғой. Бірақ бізде мынау 2 үстінде тұр ғой, болды, есебіміз шықты. Жауабы 2. Сәл шатас қалғаным бар енді. Жауабы 2. Б варианты. Енді тағы да есеп шығарайық, Так, 4-ші есеп жай үлкен бір бөлшектік есеп, 5-ші тура сондай үлкен бөлшектік есеп. Қатты қиын ештеңкесі жоқ. Енді бір қиын есеп алсақ, мысалы, осы есепті алайық. Осы есепті біз давайте мына жаққа шығарайық. Қазір 1 минут, оқушылар. Кешірім сұраймын. Мынаны өшіре салайық. Пауза қойып, өздеріңіз жазу алсаңыздар болады. Қараңыздар, бұл есепте біз қалай шығарамыз? Бұл есепте біріншіден қорықпаймыз, осы есептерден қорықпау керекпіз. Сонда бізде қалай болады? Бізде 9 қосылған 4 азайтылған 1. Жоқ, қараңыздар, оқушылар, бұл есеп үлкен болып тұр. Давайте біз бұл есепті келесі сабаққа қалдырайық. Қазір осы 2 есепті шығарып тастайық. Давайте тез 41-ші есептен бастайық. Оны есебі 10 үстінде қараңыздар 3х азайтылған 5 минус, қараңыздар, бірақ көптеген оқушылар мында қателесіп кету мүмкін асығып. Минус х минус 1 деу мүмкін. Тең 3. Бұл бізде бірақ өте үлкен қателік. Неге? Өйткені сіздерде мынау минус, ортасындағы минус бұл общий. Ол х-қа да жатады и минус 1-ге де әсер етеді. Сондықтан сіз оны былай бірге алып жүргесіз. Оны қалай жасақ болады? Оны біз жақша арқылы жасақ болады. Осылай жақша қойып қоямыз. Енді қараңыздар. 3х азайтылған 5. Жақшаны ашсақ, бізде минус х и қосылған 1 болады. Бөлінген 10. Тең 3-ке. Онда осы жаққа жіберейік. Сонда бізде қараңыздар. 2х азайтылған 4 тең болады 30-ға. Осылай. 2х тең болады 34-ке. Х-іміз бізде тең болады 17-ге. Есеп шықты. 17 дейтін жауап бар ма? 17 дейтін жауап бар. Жауабымызды. Так, енді қараңыздар, құрметті оқушылар, енді осы жақта қатты қиын емес. 2017 бізде ортақ бөлім болып тұр. Итакта. Мынаны өшіріп, мына жаққа жазайық. Қараңыздар. 2017 и үстіне бізде былай сандар тұр. Так, қараңыздар. Просто асықпай жазайық болады. 2017 А қосылған 1927 Б азайтылған, давайте сразу жазайық. Азайтылған 2017 жақшасыз. Түсінікті болу керек деп ойлаймын. Қараңыздар, бізде минус, давайте былай стрелка оқып қояйын. Минус, минус, және минус, минус болады. Сондықтан біздерде плюс болады. Қараңыздар, плюс 90 Б
плюс 10а. Иә, осылай шығады. Так, енді қараңыздар. Бізде не болып тұр мұнда? Так, оқушылар, бұнда бізде 90-ды b-ға қосайық. Давайте былай. Естіп қойын мен, b-лар бар жерді сыз қойын, и a-лар бар жерді сыз қойын. Так. Енді сонда біз енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде 2017а шығады, қосылған 2017b. Бөлінген 2017. Окей. Енді қараңыздар, давайте қайтадан мен мынаны өшіре салайын, мынаны өшіре салайын. Пауза қойып жасауыңыздар. Үстінде бізде просто 3 сан тұр, а қосылған b, азайтылған 1. Қараңыздар, біз айттық, осындай бөлшектерде біз астыңғы санын үстіге жібереміз дедік. Сонда ол бізде жақшамен көбейтіледі. Көбейтілгенде бізде қалай болады? Қараңыздар, 2017 а қосылған 2017. Мұнда біз ұмыт кеттік. Кешірім сұраймын, минус 2017 бар. Көрдіңіздер ме? Минус 2017. Енді қараңыздар, 2017 қосылған 2017b азайтылған 2017. Өйткені минус 1-ді 2017-ге көбейтсек, ол бізде минус 2017 шығады. Енді астында тура осы сандар ғой. Астында тура бізде осы сандарымыз. Сонда олар неге кетеді? 2017a қосылған 2017b азайтылған 2017. Енді өздеріңіз түсініп тұрғандай, ол бізде екеуі қысқарып кетеді. Үсті мен асты бізде қысқарып кетеді. Сонда бізде жауабы 1-ге тең. Осындай жауапты іздейік. Осындай жауабымыз бізде бар екен. А жауабы. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Есеп үлкен болғандығымен де есеп қатты қиын емес. Шатыспасаңыздар болады. Жаңа минусты байқап ашасыздар, жақсы ма? Минусты байқап ашыңыздар. Енді қараңыздар. Ары қарай біз не істейміз? Келесі сабақта біз сіздермен попланы 39-шы есеп шығарамыз, жақсы ма? 39-шы есепті шығарамыз, сондықтан келесі сабақты өткізбеңіздер. Осымен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.